қадірлі әріптестер, сіздермен арқаның төсінде, зерделі зерендіде бүгін қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Өздеріңізге белгілі, 2 апта бұрын мемлекет басшысы ауыл әкімдерінің көбін Астанаға жинап, үлкен жиын өткізді. Алғашқы диалог платформасындағы маңызды жиын болды. Сонда біздегі биліктің негізгі тірегі сіздер екенін ерекше тоқталып айтып өтті. Қазақта да жақсы бір сөз бар: ауыл елдің алтын бесігі, ұлттың темір қазығы, қайнар көзі. Сондықтан бүгінгі біз диалог платформасындағы осы жиында халықты алаңдатқан негізгі сұрақтарға тоқталып, оның әл-ауқатын арттыру жолындағы бір жақсы бір тұшымды ой айтылатын алаңға айналдырамыз деп сенемін. Оның үстіне қазір жүргізілген сауалнаманың нәтижесінде тұрғындардың 80% өз әкімдеріне сенетінін айтқан екен. Сондықтан бұл үлкен көрсеткіш деп ойлаймын. Оның үстіне қазір ауылдан келетін кіріс көбейді, мемлекеттен келетін дотацияға бұрынғыдай тәуелділік жоқ, азайып барады біртіндеп. Бұл да жоғары көрсеткіш. Әсіресе ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, құрылыс саласында Ақмола облысының көш бастап тұрғаны жасырын емес. Қазір енді осы өңірде атқарылған ілкімді істер, алдағы даму жоспары туралы мазмұнды мағлұматтарды бөлісу үшін сөзді Ақмола облысының әкімі Марат Мұратұлы Ахметжановқа беруге рұқсат етіңіздер. Рахмет, ағайке. Бүгін міне бізге модератор болып, осы белгілі журналист, телеведущий Ағайке Бектас келіп отыр. Өздеріңіз білесіздер, үлкен бір салмақты бағдарламаларды жүргізіп, осы президенттің радиотелекомплексінің ақпаратының қасында болып, осы бүкіл бастамалардың куәгері болып отырған журналист. Сондықтан біз арнайы Ағайкені осы бүгінгі іс-шарамызға модератор болсын деп шақырдық. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көптен көп алғыс білдіреміз, Ағайке. Ал енді құрметті әріптестер, жаңа модератор айтып кеткендей, осы үлкен өткендегі президенттің форумы, ол енді тұңғыш рет, алғашқы рет болған форум. Осылай бүкіл ауданның, ауылдың әкімдерін, елді мекеннің әкімдерін жинап, осы Астанамызда үлкен форум өткізді. Нақты сол кезде бағыттарды айқындады, осылай жоспарларды қойды. Енді бүгінгі осы жиналып отырған біздің форумымыз осы Ақмола облысын сол президент қойған талаптарды қалай орындаймыз, жоспарымыз қандай осал жерлеріміз бар, қандай ұтымды жерлеріміз бар, қазіргі жаңа саясат бағдарламасында қалай тәсілдерді өзгертеміз, ұтымды шешімдерді қалай пайдаланамыз. Мынау кеше ғана үлкен парыз берген үлкен іс-шарада президент нақты айтып кетті. Қазіргі заманның кейбір қиындықтары тағы да жаңа мүмкіндіктер бізге туғызып отыр. Соны біз пайдалануымыз керек. Енді бүгін мен ойлап отырмын, бір кезекті бір отырыс емес, осындай диалог ретінде сіздерді міне бүгін осы зеренді, табиғаты көркем, бір жақсы күш әсер алатын елді мекенге шақырып, бір-бірімен міне кешеден келіп, осында келіп орналастыңыздар, бір-бірімен танысып, бір қандай бір жақсы ой пікірлермен бөлісіп, жақсы тәжірибелеріңіз қалай болып жатқан ауылдарда, ауылдың тынысы қалай екен, солай бір кішкене бір-біріңізді танып, ұйымдассын деп мынандай жаңа форматпен сіздерді шақырып отырмыз. Бұрын енді сіздерді былтыр тұңғыш рет жинадық, Көкшетау қаласында күндіз шақырдық та, кешке ауыл елді мекендеріне, жұмыс орындарына қайттыңыздар. Енді бүгін осындай үлкен форматпен бір жетістіктерін көрсін деп, Зеренді ауданын жаңа айттым ғой, ең бірінші осы өзіміздің Сұңқар санаториумызда сіздер орналастыңыздар. Сол жерде міне үлкен осы іс-шараға қатысуға бүгін мына сол септігін тигізіп отыр. Енді өздеріңізге белгілі 28 қарашада мемлекет басшысының қатысуымен алғашқы рет ауылдық округ әкімдерінің форумы өткізілді. Бұл іс-шара жергілікті мемлекет басқарудың барлық жүйесін үшін өте маңызды.
әрі кең ауқымды оқиға болды деп есептейміз. Президент ол қазіргі заманауи басқару, ашықтық, тиімділік және азаматтардың қажеттіліктеріне барынша көңіл бөлуді қойды. Оны біз енді президент осы жаңа саясат экономикасында әрқашан айтып кетті. Біздің ең басты мақсатымыз ол қағаз басқарудан адамға көшу, есеп беруден адамға көшу. Жаңағындай игеру мәселесі емес оның, ал нағыз сондай нәтижесін көрсету мақсатында осы берілген қаражатты тиімді пайдалану, мақсатты пайдалану, соның бүкіл нәтижесін халық сезінетін жағдай туғызу ауылды мекендерде. Осы жаңа біз айтып отырмыз, кірістерді көбейіп жатыр ауылда. Сіздерге де бұны ерекше басқару жүйесіне оңтайлы болсын деп жаңа сіз өкілдіктерді беріп жатыр. Сондықтан бүгінгі Қазақстан мемлекетінде жаңа басқару моделіне көшуіміз керек. Президент кеше үлкен форумда айтып кетті. Иә, сіздер біразыңыз сайланған әкімсіздер. Сайланған кезде халықтың жаңағындай уәждерін тыңдап, уәделеріңді беріп, сол қалай іске асып жатыр. Соны жаңағындай берген уәделеріңіз нақты орындалып жатыр ма? Әлгі халықта бір жалпақ сөз бар. Сол әлгі сөзі семіз, ісі арық әкімді. Солдай неге өлшемге ие болып қалмаңыздар. Кейбіреу айтады, өзі қалай сөзді семіз, өзді семіз, ісі бірақ артық. Соны қарап, үлгі болу бар халыққа. Айтқан сөзді сондай орындайтын, тұрақты болып, және өзі салауатты өмір, салтанатты өмір сүру, соны көрсетіп, үлгі болуларымыз керек ауылды мекен. Ең ауылда қарайтын ең бірінші сол әкім, мектептің директоры, сосын участковый, осы ең белсенділер ауыл. Сондықтан сіздер осы жан-жақтан бүгін енді тек қана осындай біз экономиканың алға жылжыту мәселесі емес, сол халыққа жаңа биліктің қандай өзгерістері бар. Мынау кеше президент үлкен форум өткізді. Қандай өзгерістер басталды ауыл тынысында. Тағы да осы кезекті келіп, сол баяғы жартас болып, сол бұрынғы әдістермен, тәсілдермен жүре бермесін деп жатыр ғой. Осы мағынада президент мұны кішкене оятайық деп, көңіл бөліп, міне қандай бүгінгі мемлекет деңгейінде әрбір ауылдың әкімдерін жинап, ең міне шалғай жатқан ауылдардың. Соларға міне қандай міне бүгін сіздерге талап қойып отыр, қандай сенім артып отқан президент осындай шырылдап тұрып айтты жаңағы жерде, өздеріңіз көрдіңіздер. Ашық трибуна жасады. Ой, пікірлеріңізді айтыңыздар. Көкейтесті қандай мәселелеріңіз бар, соны жеткізіңіздер. Сол жерде мен шара қабылданамын. Сол жерде мен сіздерге көмек беремін деп. Біраз үлкен бағдарламаларға жол ашып берді. Кешегі анау екінші ауыл шаруашылық форумында да шырылдап айтты ауыл мәселесін. Өзі бұны білесіздер, бірінші реформасы еткен кезде ауыл жылы деп бағдарлама жасап, өйткені ауылдың тынысы дұрыс болатын болса, жаңағы айтамыз ғой, мына қауқарлы регион, ол мына мемлекеттің мықты болуына өзінің оң ықпалын тигізеді. Оның бәрі ауылда басталады. Ауылдың тұрғындардың көзқарасы билікке деген, сенімі билікке деген. Мынандай бүгінгі үлкен жаңа президенттің экономикалық саясатын өзгерістерін тек қана қағаз түрінде емес, өзінің тұрмысы арқылы сезіну мақсаты ең бастысы. Ал бізде өкінішке орай жаңа менің айтып кеткен осы сол жартас баяғы жартас жалақыда өспей жатыр, өнім жақсы алып жатырмыз, егісіміз жақсы шығып жатыр, мемлекет тарапынан өте мықты қолдау болып жатыр. Ал бірақ та қандай өзгерістер бар?
Біз міне айтып отырмыз 7.600.000 тонна астық жинадық. Бұл тұңғыш рет тіркелген. Бұндай көрсеткіштер бұрын болмаған, тарихта болмаған. Ал ол халыққа қандай әсерін беріп жатыр? Халық одан не пайда көріп жатыр? Соны біз қарауымыз керек қой. Уважаемые акимы, сегодня присутствуют все акимы. Бәріне түсіп болсын, мен бәрін әрине маған оңтайлы мемлекеттік сөйлеу, бірақ та осы бағдарлама, осы президенттің, после форума я хотел бы, чтобы всем было понятно, стратегия, те начинания, почему глава государства собрал, какие акценты сделал на этом первом форуме, когда собрал всех акимов, всех сельских наших округов. У нас 240 сельских округов, 240 акимов, все они присутствовали там. А сегодня все они находятся в этом зале. Наряду с ними акимы городов и районов. То есть сегодня уже настало время, час X, когда мы должны делать выводы. Вот что прошел форум, какие извлекли оттуда уроки, что собираемся менять, и как эти изменения отразятся на благосостоянии жителей нашего региона. Здесь каждый аким – это ключик, это залог успеха будущего. Поэтому вы сами не принижайте свою роль. Роль выборных акимов очень велика, от вас очень многое зависит. Просто я сегодня так понимаю, что вы сами значимость свою фигуры не понимаете сегодня. Да, мы где-то наращиваем вам мускулатуру, даем определенные полномочия, значит, увеличиваем уровень бюджета 4-го уровня, но вы до сих пор, к сожалению, на мой взгляд, не почувствовали себя полновластными хозяевами, которые могут каким-то коренным образом изменить ситуацию на сельских населенных пунктах. Я почему это говорю? Вот мы неоднократно сегодня хороший урожай собрали, да, в этом году хороший. Но это благодаря в основном государственной поддержке. Государственной поддержке. В этом году Акмолинская область всю четверть государственной поддержки, которая направлена на развитие сельского хозяйства, получила. Из триллиона мы получили 253 миллиарда. 118,5 миллиардов льготного кредитования на нашу долю, 62 миллиарда на лизинг сельхозтехники, 1600 мы единиц новых комбайнов, тракторов приобрели, которые внесли свой вклад в том, что быстро, вовремя, без потерь собрать урожай, удешевленное дистопливо, субсидированные удобрения, практически всю государственную помощь наши сельхозпроизводители получили вовремя. Но однако, наряду с теми, которые дают рекордные урожаи, которые показали, что при целевом и эффективном использовании этих средств можно добиться высоких результатов, даже при орошаемых землях, вы знаете, Сандықтаускый район, кто у нас Максимский, аким сельского округа, закусил Александр Александрович, по определенным участкам получил по 115 центов. То есть он показал, что при правильном подходе, при соблюдении всей культуры агротехнологий, земля ответит благодарностью, даст тот урожай, который от него требует, туда вкладывает, он дает обратный эффект, вот такой благодарность. И здесь есть, которые получили по 34 цента. Но еще раз хочу сказать, вы же не на самолете летаете. Вы же не на самолете летаете. Вы же должны видеть все это самое. Вот я ездил по полям, мы Аккольский район, Боржансал, кажется, вот по полям объезжали. Тут сеется,
А тут бурьяном все прорастает. Слушайте, вы что, не ходите по земле, не видите? Почему Аким области это ездит, видит все это? А под вашим носом, Хасен, кім ана ауылдың әкімі сен сол жолы? Біржан Мұстафа, да, Тасболат? Бірге бардық. Екеулердің көршілес нелерді, мен барып, сол ауылда нелерді аралап, егіс қалай болып жатыр екен, тұқымдарының сапасын қарап жүрмін. Ал сіздерде анау жаңағыдай бүкіл ана немен өсіп кеткен жатыр. Сөйтсем анау бір-бірімен келіспеген. Оны әкім де білмейді. Олай болады ма? Жерде отырған сіздер ғой. Президент нақты айтып кетті ғой осы екінші форумда, ауыл шаруашылық форумда. Жердің қадірін білетін адам меншігінде болу керек. Анау не өзіне пайда жоқ, не елге пайда жоқ. Сол дұрыс па? Осындай қомақты қаражат құйып жатқан кезде, осындай күрт өзгерістер болып жатқан кезде, бұл немқұрайлық қой. Салақтық. Тағы қалай айтамын? Мен анау қылмыстық кодекстің терминологиясымен айтып жатырмын. Бұл жерде қылмыстың да құрамы бар. Нақты келетін болса. Өйткені анау жаңағындай өсіп кеткен, арам шөппен өсіп кеткен жердің анау жыртылған, егістелген жердегі зардабы келеді адам. Оны ешкім қарамайды. Қанша айтамыз осы жерде міне, үлкен-үлкен мінбелерден жинаймыз. Ауыл шаруашылығын дамытуымыз керек дедік. Әрбір аудан әкімдеріне ауыл шаруашылығы саласынан орынбасар тағайындап бердім. Ауыл шаруашылық бөлімдерін күшейтіңдер деп тапсырма бердім. Өйткені мен жарты